осы алдағы кемінде бір 5-10 жыл осы саясат өзгермейтін сияқты. Өйткені билікке жаңа ұрпақ, осы тәуелсіздік дәуірінің жаңа ұрпағы келмей, бұл кеңесіздендіру, не коммунистсіздендіру саясаты жүзеге аспайды. Енді не істейміз? Енді не істейміз? Енді не істейміз? Қайырлы күн, құрметті көрермендер, арнамызға қош келдіңіздер. Сіздермен Берік Сәлімжанұлы және біздің қонағымыз халықаралық журналист, белгілі Алихан танушы ғалым, Алаш Рухани даму институтының директоры Сұлтанхан Аққұлұлы мырза. Біздің бұл талқылауымызға бұл біздің партиямыздың Ақ Жол партиясының мәжілісте көтерген мәселелері, сауалдары, сосын мәжілістегі аз 5 минутқа сыймай қалған сауалдардың жалғасы ар жағында. Болмаса мынау бүгінгі министрліктің, депутаттың тілімен айтылған сауалды қазақтың тіліне қайта аударып, осы жерде жіліктеп, елге түсінікті етіп тәржімелеу бүгін осындай форматта осындай талдау болады. Сұлтанхан мырза, мынау бүгінгі көтерейік деп отырған тақырыбымыз бұл өте ауыр тақырып. Осыдан біраз жыл бұрын бұл тақырыптан емес, тіптен алаш деген сөзден біздің биліктің, біздің шенеуніктердің қорқатын сияқты, бүгін алашқа әркімнің ақ бар таласы деп алаш тақырыбын әркім бір айтуға тырысып жүр ғой. Жұмалап жатыр десек. Иә, ресми деңгейде. Әрине, оған ол деген жақсы. Бүгінгі айтайық деп отырған тақырыбымыз бұл ашаршылық тақырыбы. Мынау Құдай сақтасын, елімізде әртүрлі жаңағы оқиғалар болып, 10 адам, 5 адам қайтыс болып жатса, бізде жаңағы бір-біріне көңіл айтып, болмаса бір шетелде болған оқиғаға біздің президентіміз көңіл айтады. Бірақ осы біздің тарихымызда 500 жыл бұрын емес, осы өткен ғасырда орын алған мына ашаршылық, қазақты баудай қырып түсірген, қазақтың тең жартысын қырып түсірген, одан да көп әртүрлі мәліметтерге мына жерде қарап отырсақ, 2020 жылы бізді Ақ Жол партиясы осы ашаршылықты ресми геноцид деп тану туралы депутаттық сауал жасады. Бұл әрине, бұл сауал біраз толқу туғызды. Оның ішінде тағы да сол билік тарапынан бұл тақырыпты неге қозғадыңыздар, бұл тақырып бізге не береді дегендей, елді жаңағы толқытпай, бұл тақырыпты айтпай қоя тұрыңдар дегендей тіптен бір емеуріндер болды. Бірақ мына әртүрлі ғалымдардың тағы да айта кетейік міне. Тіптен сол мына Украинаны зерттеген ғалымдардың өзі айтып отыр, бізде 4 миллионнан астам отандастарымыз жаңағы ашаршылықтың құрбаны болды деп отыр. Мақаш Тәтімов деген ғалым ағамыздың айтысы бойынша 3.850.000-ға жуық қырғынға ұшырады деп айтылады. Шетелдік ғалымды білесіз, оны жақсы, Сара Кэмерон деген Аштық жайлаған дала деген кітабында ашаршылық кезінде кем дегенде 1,5 миллион адам қаза болды деп жазады. Тіпті мысалы Гарвард университетінің демографтар тобы аштық кезіндегі өлім көрсеткішін әр аудан деңгейіне дейін анықтап, Украинаның қаншалықты зардап шеккенін түсіну үшін оның картасына дейін сызылған маңызды ақпарат жасалған. Осындай детальный дейді ғой, осындай бір ұсақ дүниенің барлығын зерттеп, осындай бір Украинадағы ашаршылық осылай қолға алынып геноцид деп танылған болатын. Енді шын айтқанда бұл тақырып бізде осындай егжей-тегжейлі әлі зерттелген жоқ. Бастамалар бар, пікірлер бар, ғалымдардың айтуы бар. Тіптен біздің бастаманың өзі де аяқсыз қалды десек болады, біздің бастаманың өзі де. Енді осыған орай Сұлтеке, сізге бір сұрақ. Мына ашаршылықты геноцид деп тану қазақ еліне не береді бүгін? Біз не ұтамыз? Жалпы осы тануды бұл жаңағы біздің қырылып қалған 500 миллион, 4 миллион біздің халқымыздың тең жартысының жоқтауы бола ма? Әлде бұл оң солын танып, жауменен досты айырудың бір нұсқасы бола ма болашақ ұрпаққа? Не болады соны? Соны сіз өзіңіз алаштанушы, осы алашты зерттеп жатқан кезде аштық мәселесінде қоса зерттеп жүрген ғалым ретінде сіздің ойыңыз қандай? Біріншіден, аштық мәселесі шындыра осы күнге дейін, оның ішінде Мақаш Тәтімов бар, осыған дейін ресейлік ғалымдар, шетелдік ғалымдардың барлығының көбінесе аштықтан қанша адамның құрбан болғанын
санына келгенде көп қателесетіні бар. Оның бірден бір себебі аштықтың қарсаңында қазақтың саны қанша болғаны нақты айтылмаған, бұрмаланып келді. Екіншіден, аштықтан кейін кеңес өкіметі кәдімгідей аштық тақырыбын зерттеуге аса қатаң тыйым салды. Тіпті 1937 жылғы кеңес одағындағы кезекті халық санағын, оны репрессияланған халық санағы деп атайды. Сол санақтан кейін, сол санақта жүргізген бүкіл азаматтарды, басшылардан бастап, санақ жүрген қарапайым адамға дейін бәрін түгел халық жауы деп атып тастады. Оны репрессияланған халық санағы деп атайды. Ал енді халық санағын осы аштықтың бүкіл жапсарын анықтап, оны былай тарихымызға енгізу бірден бір мақсатта. Әлихан Бөкейханның 1913 жылы Қазақ газетінде жазған мақаласы бар, қазақ тарихынан деген. Оған дейін де адамзаттың талай данасы айтып кеткен. Тарихы жоқ, халықтың болашағы жоқ деп. Біз өткен тарихымызда қай жерде сүріндік, қай жерде гүлдендік, дамыдық. Міне сол тарихымызды осы күнге дейін жөнді білмейміз. Мысалы 30 жылдары көрнекті алаш қайраткері Қалел Досмұхамедұлының айтқан бір керемет тәмсілі бар. Ит дейді айнаға қарап, айнадағы өзінің бейнесін көріп, танымай, сол өзінің бейнесіне қарап үре бастайды екен. Міне біз қазақ халқы сол итке ұқсаймыз. Өйткені өз тарихымыз осы күнге дейін білмейміз. 34-ші тәуелсіздігіміздің 34-ші жылында әрине өзіміздің шынайы тарихымызды түгел жазып бітіруге болар еді, көрсетуге болар еді. Ал тарих дегеніміз бұл ұлттық идеологияның бірден бір құрамдас бөлігі. Осы күнге дейін мысалы 33 жыл тәуелсіздігімізде бізде не көп болды, идея көп болды, бірақ нақты әрбір еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін түсінікті нақты ұлттық идеология болған жоқ, және болатын түрі жоқ. Осыдан бір 4 жыл бұрын ұлттық құрылтайдың бірінші мәжілісінде Ұлытауда өткен. Сонда президент Тоқаев айтып еді, біз тарихымыздың 7 томдық жаңаша өзіміздің ұлттық мүддемізге лайық тарих жазуымыз керек. Міне сол тарих әлі жазылған жоқ. Ол тарих тіпті 22-ші жылы жарық көру керек болды, 23-ші жылы жарық көру керек, әлі жарық көрген жоқ. Өйткені ол тарихымызда тағы да кеңес одағының жалған тарих ғылымының шәкірттері, соның түлектері жазып отыр. Сондықтан бұл тарихты біз тағы да кешегі кеңестік тар қапаста зерттеп жатырмыз. Сол себепті ол тарихтың әлі күнге дейін жарық көрген себебі сол. Оның ішінде тағы да айтайын, оның ішінде нағыз аштық тақырыбы сол кешегі кеңестік тар стереотиппен, тар айтқанда қалыппен жазылып жатыр. Ал ол тарихты білген азамат өзінің осы жаңа ұрпаққа біз отан сүйгіштік патриотизм тәрбиесін қалай береміз, егер олар өзіміздің ұлттық тарихымызды, өзінің төл тарихын білмесе. Ал аштық тарихымыздың бірден бір айтқанда халқымызды қырғынға шота жаздаған бірден бір зор алапат кезеңі. Осыны біз неге білмеуіміз керек? Ал осы күнге дейін бұны зерттемеген себебі, осы күнге дейін қазір саясат, оның ішінде көрші елдеріміз, оның ішінде солтүстік көршіміз, кәдімгідей осыдан 4-5 жыл бұрын мен бір мақала жазған болатын аштыққа байланысты. Сол аштықта қазақтың 70%-ға жуығы қырылып қалғаны, адамзат тарихының бүкіл тарихында адамзаттың бір халықтың бір сәтте 70%-нан айырылған басқа мысал таба алмайсыз. Міне бұл тарихымызды болашақ ұрпақ білуге тиіс па? Білуге міндетті. Сонда ғана өзінің елінің қандай қиындықтан, қандай сапыран заманнан өтіп, осы күнге дейін аман қалып, ұлттық мемлекеттің қайтадан аяғынан тік тұрғызғанын білген азамат қана өз отанын сүйеді. Біз болашақ ұрпақты сол отан сүйгіш мақсатта тек шынайы тарихымызды, өткен тарихымызды айнадай көрсеткен тарихымызды ұсынбасақ, біз жаңа ұрпақты жақсы тәрбие бере алмаймыз. Сондықтан оның үшін аштық тақырыбы дәл осы тұрғыдан келгенде, оны біз шынайы, бұл жерде ешкімді айыптамай, ешкімге айып тақпай, жай сол тарихымызды айнадай көрсетуге тиіспіз. Біздің өзі елде бұрыннан қалыптасқан бір жаңағы қара Қытай қаптаса, жаңағы орыс сана бауырыңдай көрінеді деген бір қорқыту, Қытаймен қорқыту мәселесінің барлығы жалпы осыдан туындап жатқан жоқ болса? Оған сөз жоқ. Мына қазақта бір тәмсіл бар. Bir gün ашыққаннан бір жыл ақыл сұрама деген. Өйткені адамның рухын сындыратын, тіпті ол жаппай қуғын сүрген саясат емес екен. Халықтың рухын сындыратын, жігерін құм қылатын ол аштық екен. Оның кезінде сол аштықты қолдан ұйымдастырған, сол кездегі сол 20-шы жылдардың екінші жартысы мен 33-ші жылға дейін Қазақстанның Компартиясының бірінші хатшысы болған, жауапты хатшысы болған Филипп Голощекин өзі патша заманында сол аштықты көріп,
аштықтың адамзат баласының психологиясын, сана сезіміне қандай соққы беретінін жақсы білген. Сол себепті бұл аштықты қолдан ұйымдастырып отыр. Бұл жерде саясатты айтпай-ақ қояйын. Бірақ бұл аштықты сол Кремльдің нұсқауымен жүргізгенде ешқандай күмән жоқ. Оған мысалы бірден бір дәлел Голощекиннің 1927 жылы Сталинге жазған жіберген құпия телеграмма бар. Онда былай деп жазады. Енді орысша айтайын. Революцию не делают в белых перчатках. Пора уничтожить оставшуюся интеллигенцию этой отсталой казахской нации. Надо также изменить, уже очередной раз надо изменить их алфавит, чтобы для будущего, для казахов не было другой истории, кроме советской. Бұл 27 жылы. Екінші назар аударатын болсақ, 33 жылы Голощекин қызметтен алып Мәскеуге қайтып алынғаннан кейін 40 жылға қарай оны халық жауы деп атып тастады. Бірақ халық жауы деп атып тастағанда, ату жазасына кескенде, оны Қазақстандағы қылмыс үшін емес, бір басқа бір түкке тұрмайтын бір көгілдір бір іс-әрекет үшін жаңа соны Қазақстанда басқарған кезде өзінің оң қолы болған Ежов дегенмен екеуінің көңілдес болғанын оған айып қылып тағып, сөйтіп оны ату жазасынан кесті. Бірақ Қазақстандағы қазақ халқының 70%-ға жоғын салған қылмыс үшін ол айыпталған жоқ. Сондықтан ол Кремльдің саясатын, Кремльдің нұсқауын тиянақты атқарып, сөйтіп Мәскеуге шақырып алды. Ал енді ашаршылықтың өзіне келетін болсақ, осы күнге дейін жаңа айтып отыр, мысалы шетелдік ғалымдар 1 миллион, біреулер тіпті 90 жылдардың басында 1,5 миллион, мысалы Мақаштатын сол 3 миллионнан асырып жатыр. Бірақ нақты оның санын айта алмайтын себебі, өйткені нақты саны болған жоқ. Өйткені кеңес үкіметінің өзі, бірден бір мысал келтірейін, 1897 жылы Ресей империясындағы тұңғыш халық санағы болғанда, ол санақ бойынша Орта Азия, осы Қазақстан мен Орта Азия кеңістігін мекендеген түркі тектес халықтардың санын алайық. Осы бүгінгі 36 миллионға жеткен өзбек халқының саны 726 мың болды. Қырғыздардың 201 мың, түркмендердің 268 мың, сарттардың 768 мың болған. Ал енді қазақты алсақ, қазақтың саны, ол кезде тек санаққа ілінген қазақтың саны 4 миллион 84 мың болды. Басқаша айтқанда, бүкіл қазақтан басқа түркі халықтардың барын басын біріктіргенде, қосып санағанда, қазақтан 2 есеге жуық аз болған. Ал енді бүгінгі есеппен алатын қарсақ, бүгінгі есеппен алып қаратын болсақ, мына қараңыз, егер 1897 жылмен қазақ санаққа ілінген деп отырған себебім, ол кезде қазақтар біріншіден малымды түгел санатын болса, салық өседі, баламды көп санайтын болса, ертеңгі орыстың армиясына рекрут ретінде алады деп қорыққан халық бүкіл ауылға өре тұра келіп, қырдың бойына тереңдеп көшіп кететін болған. Сонда көшпей қалған, ілінген ғана қазақтың саны 4 миллионнан астам болды. Ал егер қазақ түгел ілінген болғанда, мысалы өзбектер, сарттар немесе басқа түркі тілдес халықтар сияқты отырықшы халық болса, онда қазақтың саны 5 миллионнан асып жығылар еді. Бұл 19 ғасырдың соңы, 1897 жыл. Енді осы санақ бойынша, осы санақта біз былай айтқанда, сонау анық санақта есептеп 2022 жылға қарай арада 125 жыл өтіпті. Осы есеппен есептейтін болсақ, бүгін дәл 22 жылы өзбектің саны 29 миллион халыққа болса. Өзбекстан халқы өзбек ұлты 29 мың адам болған екен. Сол 125 жылдың ішінде өзбектердің өскен саны 34,3 есе өсіпті. Ал қазақтың саны қанша өсті десеңіз, 125 жылдың ішінде қазақтың өскен саны бар жоғы 3,3 есе ғана болыпты. Қырғыздар 17,6 есе, түркмендер 22,6 есе өскен. Егер қазақтың санын біз сол 1897 жылы есебін 4 миллион 84 мыңды сол өзбектің өсу қарқынына 34,2% көбейтетін болсақ, онда бүгін қазақтың саны 140 миллион болар едік. Егер біз тіпті қырғыздардың өскен 17,6 есе көбейткен болсақ, онда қазақтың саны бүгін кем дегенде 59 миллион халық болар едік. Ал енді түркмендердің санымен есептейтін болса, оны қазақтың саны 100 миллион 98 миллион халық болар едік. Егер біз тағы да бір салыстыру керек болса, мысалы 1926 жылы Кемаль Ататүрк
бастаған Түркия Республикасы құрылғанда Түркияның халқы 5 миллионнан сәл асып жығылған болатын. Ал бүгін Түркияның халқы қазір 80 миллионнан асып жығылып отыр. Сондықтан біз ашаршылықта қазақтың қанша қырылғанын міне осындай салыстырма есеппен анықтауға болады. Енді қараңыз, ең қызығы 1897 жыл қазақтың саны 4 миллион 84 мың болса, міне осы саны қазақтар тек 1907 жылы ғана жете алғанбыз. 4 миллион 264-67 мың ба адам болғанбыз. Тек арада 73 жыл өткеннен кейін ғана сол санымызға. Сонда кеңес одағы дәуірінде қазақтың қалай қанша қырылған осыдан көз жеткізе аламыз. Ұлтеке, енді қараңыз, Ақжол партиясының бағдарламасының бір бағыты бұл десоветизация. Десоветизация осы мынау оның ішіне ашаршылықта кіреді, оның ішіне бүгінгі жер су атауларының барлығын өзгерту, қазақты қырғынға ұшыратқан кеңес үкіметінің атрибуттарынан бас тарту. Сол осы бағдарламаны орындау мақсатында біз аймақтардағы отырған жаңағы әкімдерге барлықтарына хаттар жібердік. Кешегі қазақты қырған адамдардың аты күні бүгінге дейін, мысалы мына бізде Өскемен Шығыс Қазақстанда жаңа Күршім, мына Зайсан, Күршімнің ар жағында жаңа Ақнайман қырғыны деген жер болған. Жаңағы аштықтан әбден шаршаған халық, жаңа арғы бет дейді ғой, Қытайға қарай көшіп бара жатқан кезде жаңа пулеметті қойып тұрып, жаңа көшіп бара жатқан, бөгет отряды тұрған ғой. Бөгет отряды тұрып, жаңа халықты қырған. Пулеметпен қырған, Ақнайман қырғыны деген атпен ол белгілі. Сол пулеметпен қырған атын да ұмытып қалдым, соның атын жаттағымда келіп тұрған жоқ. Сол пулеметпен қырған жаңағы заставаның бастығының аты осы бір 5-6 жыл болды ау деймін. Сол заставадан алынғалышы. Біздің мына қарқынымыз бүгінгі. Мысалы, Өскемен қаласында Райымжан Мәрсеков деген Алаштың ардақтысы бар. Райымжан Мәрсеков. Бүгін бұл Алихан Бөкейхановпен иық тірестіріп отыратын Алаш арысы. Бірақ Өскемендегі негізгі көшелердің біреуінің атына әлі күнге дейін Назарбаев деп тұр. Екінші көшенің аты жаңа Ушанов деп тұр. Өскеменде Совет үкіметін орнатқан, қазақтарды қырған революционердің аты өзінің алаңымен тұр. Бірақ сосын бұны өзгертуге ешқандай әкімнің де ешқандай құлқы жоқ. Бұны шетін айта бастасаңыз ат-тоннала қашады барлығы. Бұл жағдай тек қана Өскеменде ғана емес, барлық облыстарда. Бұл соншама өзінің тарихынан өзің жеріну, өзінің тарихын өзің қашқақтау, соншама қорқақ болу, жалтақтау, мынау көрші мемлекетке жалтақтау. Тіптен осы жаңағы мен айтып отырған 20-шы осыдан 5 жыл бұрынғы осы Қазақстанда геноцид деп ашаршылық тану туралы мен сауал жасағанда, менің өзіме соншама қатты қысым жасалып, сондай жан-жақтан біздің партияның басшысына хабарласып, мынау сіздер неге көтеріп жатсыздар бұл тақырыпты көтеруге болмай, 30 жыл тәуелсіздік алған мемлекет әлі күнге дейін жалтақтап қорқып отыр. Енді сонда бұл мәселе осылай қала ма? Жабыл, жаңа өзіңіз айтқандай біздің болашақ ұрпақ шын тарихты білмей өте ме? Ата бабасын кім қырған, адамның етін жегізуге жаңа мәжбүр еткен кім, кім бұны? Сонда бұны біз қалай бұны халыққа түсіндіруіміз керек? Ертең болашақ ұрпақтың алдында біз не деп жауап береміз? 4 миллион халық қайда қырылды десе, не деп жауап береміз? Жаңағы авиакатастрофада қайтыс болған өзінің азаматтары үшін бүгін Әзербайжан президенті хат жолдап сұрауын сұрап жатыр. Сұрауын артында сұраушысы бар. Ал біз сонда сұрамаймыз ба бұны? Осы сұрақты қайтеміз. Енді не істейміз бұны? Шын айтқанда, біріншіден біз мынаны ескерейік. Бізде бұны саясаттандырмай айту мүмкін емес. Мәселен, 1991 жылы желтоқсанда біз тәуелсіздік алғанда билік басында сол кешегі Компартия мен комсомолдың қайраткерлері қалып қойды. Сөйтіп қазір осы күнге дейін билік сол кешегі партия функционерлері мен комсомол функционерлерінің қолында. Оған ешқандай күмән жоқ. Сондықтан сол тәуелсіздік алғаннан бері біздің былай айтқанда кеңес дәуірден қалған идеологиямыз әлі еш өзгерген жоқ. Біз сол идеологияның шырмауында әлі шатасып жүрміз. Сол себептен 30 жылдың ішінде біздің не ол идеологиямыздың пайда болмаған, жаңа ұлттық идеологиямыздың пайда болған. Осы күнге дейін тіпті өзіміздің ақпараттық кеңістігіміз, ақпараттық қауіпсіздігімізді қамтамасыз етпегенбіз. Осы күнге дейін біз Ресейдің, айтқанда ақпарат құралының Ресейдің пропаганда үгіт насихатының айтқанда
кеңістігінде отырмыз. Сол себепті тіпті Украинадағы соғыста өзіміздің ел халқының тең жартысы сол соғысты қолдап отыр, тең жартысы соған қарсы мәселен. Оған қоса негізі тәуелсіз Қазақстанда кеңессіздендіру, коммунистсіздендіру саясаты керектігін осыдан қанша 10 шақты жыл бұрын көтере бастады. Ал негізінде осыдан буквально бір 4-5 жыл бұрын біздің ғылым және жоғарғы білім министрлігінің ғылым комитеті жайлаған ғылыми жобаға мен мынандай өтінім бердім. Кеңессіздендіру немесе кеңестану ғылымы және оның бастауы Мұстафа Шоқай деп ұсыныс берді, бірақ оны қолдамай сызып тастады. Тіпті біздің ғылымымызға дейін байқасаңыз, біздің тіпті тарих ғылымында да әлі осы күнге дейін мына кеңес дәуірінің тарихи мектебінің түлектері осы күнге дейін үстемдік құрап отыр. Өңкей ғылым докторлар, академиктер. Сондықтан біз ол тарихымызды жаза отырмыз. Ал енді бұл саясаттың біз кеңестану ғылымын, жаңа бір ғылымын енгізбей, біз өткен дәуірге тиянақты зерттеу жүргізе алмаймыз, және оған тиянақты тарихи де саяси баға бере алмаймыз. Байқасам, біз осы алдағы кемінде бір 5-10 жыл осы саясат өзгермейтін сияқты. Өйткені билікке жаңа ұрпақ, осы тәуелсіздік дәуірінің жаңа ұрпағы келмей, бұл кеңессіздендіру, не коммунистсіздендіру саясаты жүзеге аспайды. Біз әлі де сол кеңес дәуірінің жалған идеологиясының көлеңкесінде әрі қарай тағы да кемінде 5-10 жыл жүретін жағдайымыз бар. Бізде қазір билік басында мынау батыста білім алған, тәуелсіз білім алған жаңа ұрпақ, кеңес одағының зардабын көрмеген, коммунистік идеологияның шырмауына түспеген жаңа ұрпақ келмей, бізде ештеңе өзгере қоймайтын сияқты. Не идеологиямызда, оның ішінде ұлттық шынайы тарихымызда ештеңе өзгере қоймайтын сияқты. Енді келсек, тағы да астыққа келмей айта кететін болсақ, осыдан 3-4 жыл бұрын Қазақстанда мынау жаппай қуғын-сүргін мен аштық құрбандарын толық ақтау туралы мемлекеттік комиссия жұмыс істеп, ол мемлекеттік комиссия 23 жылдың желтоқсанында солтүстік көршіміздің ықпалымен жұмысын тоқтатты. Бірақ дегенмен де бұл комиссия көп жұмыс атқарып үлгерді. Ол комиссияның жұмысы бойынша Қазақстандағы ашаршылық 1932 емес, 32-33 емес, 1928 жыл басталған. 5 жыл бойы жалғасқан. Енді назар аударсаңыз, егер 1897 жылғы санақ бойынша халық қазақтың саны 4.084.000 болған болса, Әлихан Бөкейхан 1914 жылы бірінші дүниежүзілік соғыс басталғанда қазақтың саны 6.470.000 болды дейді. Бұл мақаласын Әлихан Бөкейхан 1924 жылы осы бүгінгі Егемен Қазақстан, ал 24 жылға Еңбекші Қазақ газетінде, ол сол кездегі қазақ халық комиссарлар кеңесінің, айтқанда үкіметінің ресми баспасөз беті Еңбекші Қазақта жазған мақаласы «Қазақ қанша». Сол мақала бойынша 1914 жылы, яғни бірінші дүниежүзілік соғыстың қарсаңында қазақтың саны 6.470.000 болса, арада 10 жыл өткен 24 жылдың қазан айында сол мақала жаңа Еңбекші Қазақ газетіне шыққан кезде қазақтың саны шамамен сол 6,5 миллион күйінде қалды дейді. Өйткені 14 жылдан 24 жылға дейінгі аралықта мынау 1916 жылға көтеріліс бар. Одан кейін 17 жылға ақпан төңкерісі бар. Одан кейінгі кеңес одағының қазақ жеріне, Алаш республикасының жеріне бас көктеп кірген екінші отарлау саясаты кезінде, оны кеңес дәуірінде оны азамат соғысы деп келді ғой. Негізінде ол азамат соғысы емес, Алаш республикасының, Алашорда үкіметінің кеңес одағының отаршылығына қарсы жүргізген отан соғысы болатын. Сол отан соғысы кезінде қазақтың қаншасы қырылды. Оған қоса 21-22 жылға ашаршылық бар. Міне осы алапаттардың барлығы қазақтың табиғи өсімін, сол 10 жыл ішіндегі табиғи өсімін 1 миллионға жоқ қазақтың санын алып кеткен болса, 24 жылы қазан айында қазақтың саны 6,5 миллион болған. Ал енді қараңыз, ал 2 жылдан кейін кеңес үкіметі қазақ автономиялық республикасында санақ жүргізеді, қазақтың санын 4 миллионнан кемітіп қояды. 3 миллион 10-9 миллион қылып. Бұл жерде кеңес үкіметі сонау бастан жоспарлаған. Сөйтіп қазақтың санын қасақана кемітіп отыр. Енді ал 28 жыл, арада 4 жыл өткен 28 жылы қазақтың саны 7 миллионнан асып жығылды. Әлиханның есебі бойынша. Ал енді қараңыз, 1937 жылға
халық санағы дедім ғой, репрессияланған халық санағы. Сол халық санағы бойынша қазақтың саны сол 1937 жылы 2,181 мың адам болыпты. Бұл ашаршылықтан кейін арада 4 жыл өткеннен кейін. 4 жыл өткеннен кейін. Демек, егер біз 33 жыл қазақ ашаршылықтан 2 миллионнан кем болып шыққан. 7 миллионнан астам халықтан 2 миллионнан кем қалған. Яғни 33 жыл қазақ 2 миллионнан кем болып шығып аштықтан 37 жылға дейін тағы бір 200-300 мың кемінде адам қосып салынып, сөйтіп 2 миллионнан сәл-ақ асып жығылған жағдайымыз бар. Бұны жай геноцид қана емес, бұны геноцид және этноцид деп атау керек. Өйткені адамзатта, бүкіл адамзат тарихында бір халықтың бір сәтте осыншама санынан айырылған басқа мысал таба алмайсыз. Ең қызығы, қазіргі осы тәуелсіздік Қазақстанның 21 ғасырда не саяси билігі, жоғарғы саяси билігі, не парламенті осы зұлматты геноцид деп мойындауға жүрегі туламай отырған кезде 93 жыл тәуелсіздіктің алғашқы екінші жылында сол кездегі Қазақстан Республикасының жоғарғы кеңесі осы тақырыпты талдап, бұны Біріккен ұлттар ұйымының ережесі бойынша бұны геноцид деп атамастан басқа жол жоқ деп айтқан болды. Сонда ойлап қарасақ, 93 жылғы парламенттің қаулысын осы 21 ғасырдағы сол Қазақстан Республикасының парламенті мойындамай отыр. Бұны қалай түсінуге болады? Бұны түсінуге болады, өйткені билік басында сол кеңестік дәуірден кеше Компартия мен комсомол қайраткерлерінің қалған, айтқанда құл саналы саясаткерлері отыр. Оған қоса, бұған тағы айтпасқа амал жоқ. Жаңа мемлекеттік комиссияны жауып тастаған. Мемлекеттік комиссия жұмыс істегенде осы күнге дейін ұлттық қауіпсіздік комитетінің, ішкі істер министрлігінің, жоғарғы соттың, бас прокуратураның мұрағаттарында жатқан әлі миллиондаған құжат әлі құпиясыздандырылған жоқ. Оны ашуға, ашық жариялауға тағы да мүмкіндік болған жоқ. Әрине миллиондаған құжат ашылды. Құпиясыздандырылды, ол қазір президент архивіне берілді, тағы басқа жерге берілді. Ал тағы да қыруар қаражат әлі қалып қойды. Міне жаппай қуғын-сүргін саясатынан 100 жылдан астам уақыт өтіп қалды. 100 жылға жуық адам өтіп қалды. Олардың құпиясыздық мерзімі өткен ғасырдың 80 жылдарда біткен. Тағы да 30-40 жыл олар құпия түрде ұстаудың қандай қажеті бар? Кімнен қорқады? Бұл жерде солтүстік көршімізді немесе басқа сыртқы күштердің ешқандай ықпалы жоқ. Бұл өзіміздің осы билік басында отырған шағын ғана ұжымның айтқанда құйтырқы саясат деп ауыз толтырып айтуға болады. Өйткені қазір билік басында сол жаппай қуғын-сүргінді, сол ашаршылықты ұйымдастырған ішкі қайраткерлеріміздің, қазақ қайраткерлерінің ұрпақтары отыр деп толық айтуға болады. Рахмет Сұлтан Қанатқұлұлы, Сұлтанге. Маңызды да мазмұнды әңгімеңіз үшін енді осыны көріп отырып, осы жалпы елдегі жаңа комиссияның жұмысын жауып тастады деп отырсыз. Бұны ары қарай жалғастыру керек. Бұл елдегі мына өзіңіз білесіз ғой, Оян қазақ деген 1,5 сағаттық киноның өзі қанша адамды кинотеатрдан жылатып шығарып санасын оятты. Оң мен солын танытты. Жау менен достың кім екенін түсіндірді. Меніңше осы уақытқа дейін ашаршылық туралы, осы уақытқа дейін жаңағы осы көптеген кітаптар шығып жатыр ғой, өзіңіз білесіз, көп шықты. Бірақ осының барлығына мен ойлаймын бір жақсы визуализация керек сияқты. Жақсы визуализация. Мына Шиндлер тізімі сияқты, бір расымен де бір жүрекпен түсірілген, осы жердегі халықтың қазасын толық беретіндей мәселе бір ұлтты кері тартып, болмаса көрші отырған жаңа мемлекетпен қас болу емес біздің ойымыз. Дұрыс айттыңыз, біздің ойымыз мына шындықты болашақ ұрпақ білу керек. Біз бұлай болашақ ұрпақты, өсіп келе жатқан жасты біз олардың алдында не деп жауап береміз? Мына 4 миллион біздің аталарымыз бен бабаларымыз, оларды қорғаймыз деген, оларды асыраймыз деп, сондай бір зұлмат кезде атқа мініп елін қорғаған біздің батырларымыз әлі күнге дейін басмаш болып, әлі күнге дейін ақталмай, әр жердегі мына біздің депутаттық сауалымызда ақ жолда жазылып отырған. Сол кезде міне қанша жерде Созақ, Адай, Сарқан, Балқаш, Қазалы, Қарақұм, Ырғыз, Атбасар, Шұбартау, Бостандық көтерілістері 300-ден аса көтеріліс болған елде. Қазір мемлекеттік комиссия
сол көтерілістердің бас аяғы 500-ге жуық болған. Иә, 500 енді осының барлығын жап-жақсы тағы да айтамын, біз бір басқа мемлекетпен жауласайық, болмаса бір өзімізге жауыз дейік деп отырған жоқпыз. Біз тарихымыздағы ақтаңдақты ашып, ақты ақ, қараны қара деп болашақ ұрпаққа көрсетуіміз керек. Солай емес. Бұны ашып жария ету бұл біздің ішкі саясатымыз. Иә. Ал тәуелсіз елдің ішкі саясатына ешкімнің Құдайдан басқа ешкімнің қол соғуға құқы жоқ. Дұрыс айтасыз. Біз неге жалтақтап отырмыз? Соған бір тамшы судың өзі тас жарады дейді. Сондықтан бір тамшы болса да осылай үлесімізді қосып, сол таки бүгінгі біздің сұхбатымызға келіп, бүгінгі арнамызға келіп, осына тарихшы ретінде, ғалым ретінде айтқаныңызға көп рахмет. Сәттілік, тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын. Бір жерде бір айта кететін мәселе, қазақ халқымыз, дана халқымызды айтса біліп айтқан ғой. Қазақ айтады, күш күнінде көп таланған төбет қасқыр алмайды дейді. Бүгін Кеңес одағының шекпенінен шыққан біздің билік, біздің мемлекет әлі сол күш күнінде көп таланған төбеттің кебісін киіп отырған сияқты. Сондықтан біз әлі де ол сыртқы күштерден бізге қауіп бар ма, бір ықпал бар ма, оны мен кесіп айта алмаймын, мен саясаткер емеспін. Бірақ соның бәрін ашып көрсетуге, шындықты ашып жариялауға біздің күш күнінде көп таланған төбеттің жүрегі дуламай отыр ғой деп санаймын. Енді сіздің ойыңызбен келсем, біз өзімізді көк бөрінің ұрпағы дейміз, бірақ бүгінгі іс-қимылымыз таланған расында да көк төбеттің жаңа қимылын елестетеді, иә. Бірақ дегенмен бізде елімізде осыны түсінетін, осыны түсіндіретін азаматтар бар. Үмітіміз әлі бар біздің. Өйткені бұл неге үмітіміз бар деп отырмын, кешегі қаңтарда шыққан жастарымыз бар. Біздің елімізде әлі намыс деген, рух деген әлі өле қойған жоқ. Сондықтан біздің бастамамыз, біздің осы көтеріп жатқан мәселеміз, елдігіміз, біздің тіліміз түбінде өзінің айтқанына жетеді, Сұлтеке. Амин. Жақсы. Енді не істейміз?